Бейсен Құранбек. Күнтізбенің беті күн сайын ауысады. Күн сайын дүние қырық құбылады. Біреу қуанады, біреу мұңаяды. Біреу сүйінеді, біреу күйінеді. Біреуге бәрі жаңадан басталғандай болады, біреуге бәрі аяқталғандай көрінеді. Бірақ әр күні жаңа таң атады. Жаңа таңмен бірге жаңа үміттер, жас армандар қанат қағады. Сол үміт сенімге, арман мақсатқа айналғанша, сенім ақталып, мақсат орындалғанша қарекет ету керектігін ұмытпайықшы. Ал қарекет түбі қашанда берекет. Бейсен Құранбектің отбасына байланысты 7 қағидасы. Бірінші, сыйластық бірінші кезекте тұру керек. Екінші, сенің ата-анаң менің ата-анам, менің ата-анам сенің ата-анаң. Үшінші, қандай сыйлы қонақ келсе де үйімізге ішімдік кіргізбейміз. Төртінші, балаларымызды мектепке дейін хан сияқты сыйлаймыз. Мектеп кезінде шәкірт сияқты тәрбиелейміз. Бесіншісі, ренжісіп қалсақ 5 минуттан соң сөйлесеміз. Алтыншысы, біздің үйде ер-азамат есеп бермейді. Жетіншісі, ешқашан ажыраспаймыз. Ағарды ғой біз үшін қара шашың.